Саламатсыздар ма, екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде қазақ тіл сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын мына бейнебаянды көру арқылы анықтап алайық. Бәрімізде бейнебаянды мұқият қарап отырамыз. Достым, жаңа тақырып сан есімге арналған. Заттың санын білдіретін сөздер саған математика сабағынан жақсы таныс. Сен сандармен әр алуан тапсырмаларды орындайсың, есептер шығарасың. Ал қазақ тілінде сан есімдер негізгі есім сөздердің бірі ретінде саналады. Сенің жасың нешеде? Сен қай сыныпта оқисың? Сен нешінші қабатта тұрасың? Бұл сұрақтарға жауап беру үшін сен санды пайдаланасың. Ал ол сандар белгілі бір заттың санын білдіріп тұрады. Біз қалаға дейін 4 сағат жүрдік. Тоқтар Әубәкіров бірінші қазақстандық ғарышкер. Бұл сөйлемдердегі 4 бірінші деген сөздер белгілі бір заттардың санын, мөлшерін білдіріп тұр. Демек, сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін сөз табы. Сан есім қанша, неше, нешінші, нешеу деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 5 қарындаш, 12 дәптер, 32 оқушы, 7-ші үй, 6 ау. Олай болса, біз бүгін қазақ тіліндегі сөз таптарының бірі сан есім туралы әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары: сөз таптар зат есім, сын есім, сан есім, етістікті ажырату. Мұғалімнің көмегімен сюжетті суреттер арқылы шағын әңгімелер, мәтіндер құрастыру. Сан есім дегеніміз не? Ережені қайталап алайық. Сан есім заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5 кітап, 2-ші үй, 30 килограмм. Енді сан есім тақырыбын дұрыс түсінгенімізді тексеру үшін мына тапсырмаларды орындап көрейік. Ойын дұрыс, дұрыс емес деп аталады. Әрбір дұрыс жауапқа бір ұпайдан белгілеп отырамыз. Бірінші сұрақ: бұл бейнебаян сан есім сөз табы туралы. Екінші сұрақ: биік, аласа деген сөздер сан есімге жатады. Үшінші сұрақ: 5, 6, 10 сан есімдері нешінші деген сұраққа жауап береді. Заттың санын білдіретін сөздер сан есімге жатады. Қане, кім қанша ұпай жинады? Енді кітабымызды ашып, 22-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқимыз. Саяхатқа шығу, саяхатшылар туралы білімімізді төмендегі сұрақтар бойынша қорытындылаймыз. Мәтіннен қанша, неше сұрағына жауап беретін сөзді тауып, барлығымыз анықтап отырамыз. Қане балалар, енді дәптермен жұмыс орындаймыз. Ол үшін 22-ші жаттығуды қарайық. Мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жазамыз. Сан есімді тауып, астын сызамыз. Суретпен жұмыс. Суретке қарап, қай қалаға саяхатқа шығатынымызды болжаймыз. Астанаға саяхат тақырыбына әңгіме құрастырып айтамыз. Әңгімелерінде қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді пайдаланамыз. 25-ші жаттығу: мақалды жаттап, жатқа жазамыз.
сан есімдерді тауып, қай сөзбен байланысып тұрғанын анықтаймыз. Келесі ойлантап ойынын ойнаймыз. Мен өлең шумақтарын оқимын. Сол өлең шумақтарында жасырынған сөзді табамыз. Алғашқы түбір сөз аспан әлемінің бірі. Екінші түбір сөз жырғалаушының бірі. Екеуін қосып оқысаң, зиянкестің түрі. Бұл қандай зиянкестің түрі деп ойлайсыздар? Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Ол үшін мына екі тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма. Сөз таптары мен сөздерді сәйкестендіреміз. Екінші тапсырма. Күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара шағын әңгіме құрастырып, дәптерлерімізге жазамыз. Балалар, енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейік. Ол үшін кері байланыс парақшасын орындаймыз. Жұмысты орындауда не қиын, не жеңіл болды? Неліктен? Мен бүгін не үйрендім? Маған не қиын болды? Кері байланыс парақшасын толтырып, бүгінгі берілген тапсырмаларды толық орындап, маған жіберуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.